Саламатсыздар ма, құрметті көрермендер. G-Talks'ın кезекті 5-ші бөліміне қош келдіңіздер. Бүгінгі біздің қонақта туризм мамандығының 2-ші курс студенті, жастар екінің орта буыны Еркін Меруертхан. Барлықтарыңызға қайырлы күн. Сіздерді көріп отқаныма шын жүректен қуаныштымын. Сәлеметсіз бе Меруерт ханым. Жалпы денсаулығыңыз қалай, жеке өміріңіз қалай, не жаңалықтар бар? Рахмет, барлығы менің өмірімде жақсы жүріп жатыр. Қазір өзім ойлағандай пландарым орындалып жатыр. Өте керемет. Сіздердің де пландарыңыз орындалып жатыр. Мен сіздер келіптен бірден сұраққа көшетін болсам, қандай нәрсе, сіз туризм мамандығы сервис деген дүниелерді оқып жатсыз қазіргі таңда. Мен білгім келген нәрсе, қандай нәрседе Қазақстанда қазір көп бизнес ол екіден бірі қызмет көрсетуге бағытталғанда, бірақ біз қызмет көрсету сапасы жөнінен, стандарттар жөнінен әлемдік деңгейге әлі күнге дейін жете алмай келе жатырмыз. Бұл неліктен және оны қалай дамытуға болады? Негізі айтып жатқан дүниеміз барлығы дұрыс. Қазіргі таңда елімізде жалпы енді менің мамандығым туризм саласы ғой. Яғни қызмет көрсету саласының бір бөлігі болып табады. Ал туризм саласы біздің еліміз бойынша осы ең кенже саласы болып табады. Қазақстанға келген. Яғни осыған байланысты ол түсінікті дүние, ол бірден дамып кетпейді. Яғни үлкен мемлекеттің ішінде дамыту ол былай айтсаң абсурд болып табылды, 1-2 жылда дамып кету деген дүние. Сол себепті де қазіргі таңда Қазақстанда туризм дамымай жатқан жоқ, әрине дамып жатыр, біртіндеп дамып жатыр. Сол жағынан бірақ андай шақ-шақпен келе жатыр да. Қазір бірінші шақ, енді бірақ сонда да шақтары тым баяу болып келе жатқандықтан қазіргі таңда әлемнің стандарттан сәл қалып келе жатырмыз десем де болады. Және де бұл туризм саласын қалай дамытуға болады деген сұраққа келетін болса, қазіргі таңда елімізде бір жүйе жоқ болып тұр. Мысалы, кейбір мемлекеттерді алатын болсақ, осы тек қана туризм саласы арқылы жалпы ішкі өнімін арттырып отыр да. Сол арқылы 80%, 90%, 70% жаңағы экономика осы туризм саласынан келіп жатыр. Оларда ешқандай өндіріс саласы жоқ мысалы. Ал Қазақстанда туризм саласы бір неге келмегеннен кейін әркім өз меншігіне пайдаланып, өз пайдасын көріп жатыр. Мысалы, мен бір фирма ашып алдым, сіз бір фирма ашып алдыңыз. Сәйкесінше сіз сол бойынша жаңағы адамдарды өзіңіз тартып, бірақ мемлекетке салық төлейсіз, бірақ ол мемлекетке андай пайда түсірмейді. Сәйкесінше олар белгілі тарапта өзі қатты дамытпайды да, тек қана ақша, қаржы жағынан алып отыр, өзінің пайдасын алып отыр. Сәйкесінше осы нәрселердің кесірінен Қазақстанда туризм саласы кішкене сәл артқа қалып келе жатыр деген ойдамын. Сөздеріңізге өте үлкен келісем, қазіргі таңда сондай олқылықтың бар екенін біз көзіміз көріп жатыр. Келесі мынандай сұрақ қойғым келіп отыр. Қазақстанның табиғаты сан алуан. Мысалы, біздің Бурабай Қазақстан Швейцариясы деп аталады. Оңтүстіктегі біздің шөлдеріміз Сахара сияқты. Мысалы, Ақтау бізде Флоридамен теңестіреді кейбір кезде. Ал біздің Шағын каньоны Колорадо каньонымен тең деп атады әлемнің мысалы журналистері, адамдары. Енді жалпы осы туризмді Қазақстанда дамыту үшін жалпы не істеу керек? Жалпы мемлекет бұл жерде стимул беру керек па, әлде жеке кәсіпкерлер оны барлығын өзінің қолына 100% алу керек па? Меніңше, жаңағы айтып жатқаныңыздай, келсем, Қазақстанның табиғаты өте әдемі, шығысы болсын, батысы болсын, оңтүстігі болсын, бір төбеде табиғаты әркелкі. Сәйкесінше бір турист келетін болса, оған мүмкіндік бар. Мысалы, қысқа тауға барам дей ма, таулар да бар бізде. Жазға жаңағы көлге, теңізге шомылам дей ма, ол да бар. Жалпы туристерге барлық мүмкіндік бар да бұл жерге демалуға. Тек соларды шақырамай отырғандығымыз. Енді осы тарапта меніңше мемлекеттің көмектескені дұрыс, мемлекеттің араласқаны. Себебі сіз мына жағынан тартып кететін болсаңыз, мен мына жағынан тартып кететін болсам, екеумізде бір андай, қалай айтсам, бір бағыт болмайтын болса, мен өз пайдамды ойласам, сіз өз пайдаңызды ойласаңыз, біз тек қана шығын әкелетін сияқтымыз мемлекетке. Сәйкесінше табиғатқа, өйткені біз не істейміз, табиғатта экологиялық жаңағы келсем нелер болуы мүмкін, жаңағы шектеулер, экологиялық жаңағы былайша айтқанда мемлекеттің тарапынан қойылатын талаптар деген сияқты. Бірақ соның өзінде қазіргі таңда байқап отырсаңыз, мысалы Батыс Қазақстандағы жаңағы Каспий теңізінің жағалауы мусорға толып жатады. Оны ешкім қарап жатқан жоқ деген дүниеде, көбі талапқа сай жаңағы ізденіп жатқан жоқ. Оның үстіне жаңағы
мен өз пайдамды алғаннан кейін оған қарағым келмейді да. Өйткені адамдарда қазіргі сана мынандай да, қазіргі таңда пайдамды алып алсам, ертеңгіге деген үміт жоқ та. Ертең мен одан да 2 есе аламын ғой деген, жақсы дамытып алуым керек қой, өзіме жағдай жасауым керек деген жоқ. Олар тек қана бүгін мен ойлаймын, бүгін барлығын алады да жақсылап отырып ақша табады. 1 миллион мысалы таптық дейік, ол ертеңде шашып кетеді, бірақ ол кісінің ойына келмейді да, ертең оны дамытатын болса, ана жерде жақсылап жағдай жасайтын болса, ертең 2 миллион табу деген дүние ойына келмейді, просто 1 миллионға мәз болып жүре береді, былай қысқасын айтқанша. Сол үшін де мемлекет араласу керек деп ойлаймын. Мемлекет бір жүйеге сәйкесінше келтіру керек, и сәйкесінше соған жаңағы ашылып жатқан турфирмалар, жаңағы олардың қалай айтсам, агентстволардың барлығы сол жүйеге негіздеп отырып жасалу керек, ары дамыту жолын. Мысалы, жаңағы белгілі бір талаптар болса, шектеулер, зерттеулер, мысалы, турфирмалар қазір 2-ден 1 аша береді, мамандығы игерерсіз. Бірақ мынадай дүние бар, экологтермен келіскеннің өзінде де жалпы жердің сыйымдылығы, жердің қанша адам турист келу керек, ол жерге сондай дүниелер бар. Бірақ ондай дүниелер қазіргі таңда Қазақстанда мүлде сақталып жатқан жоқ. Мысалы айтсам, сақтайтын 2-3 адам бар шығар, бірақ енді білмеймін, басқалар сақтап жатқан жоқ ондай дүниені. Обычно просто мусор лақтырып кеткен адамдар оны есептейді деп ойламаймын, деп бастарын қатырып. Жалпы сол жағынан мемлекет жалпы бір жүйе келтіріп бергені ол дұрыс деп ойлаймын. Келесі мынандай сұрақ қойғым келіп отыр. Жалпы осы Қазақстанда қызмет көрсету, туризм деген салалары дамуына, сол саланың дамуына бізде маркетинг жетіспейтін сияқты, менің жеке ойым бойынша. Осы туралы өзіңіздің ойыңызды айтсаңыз. Негізі кез келген жаңағы қызмет көрсету саласында маркетинг саласы болған өте дұрыс. Енді шетелге қарасаң, маркетинг деген енді прям уже дамыған. Қазақстан енді ана жеріне мүлде ойнамай қалады, өзіңіз білесіз ғой. Яғни осы кезде мынадай дүние бар да, Қазақстанда маркетинг саласы деген енді келіп жатыр. Енді маркетинг саласын жасатқан адамдардың санасына бірақ ол әлі кірмей жатыр да. Бір қызығы, мысалы, маркетологтар бізде айлықтары 150 мыңнан басталады, бір жұмысы солай басталады да, енді шетелде олар қымбат алады ғой. Получается, ол жерде дамыған. Қазақстанға келіп 150 мың десе, 300 мың десе, талып қалады. Сен осы просто маған реклама жазып берген үшін мен саған 300 мың төлеймін ба деген сияқты дүниелер ой қалыптасады да. Одан маған не пайда? Ол кісілер просто жасатам, бірақ одан пайда көремін деген дүниені ойламайды. Просто андай басқаларға жасап жатыр екен ғой, мына дүние келіп жатыр екен ғой, мен де жасатып көрейінші деген ой болады да. Нақты түпкіріне барып зерттеп, одан пайда түседі, қанша пайда түседі, оны есептемейді. Просто так андай жұрт не істесе соған еліктеп кетеді да, көбісі. Сосын қанша десе, 300 мың десе, ол кісілер шок болады. Мен саған қой, просто сен маған реклама жасап берген үшін, инстаграмға тарап берген үшін, мен саған 300 мың төлеймін ба не деп. Сондай андай қызық дүниелер болады да, бірақ мынадай дүние ғой. Енді осыған келетін болсақ, қараңыздар, егер Қазақстанның санасы сондай болып жатыр, 300 мың, 500 мың теңге нақты маркетологтарға бере алмай жатыр, 150 мың теңгенің өзін арест алып береді да, енді шок болып. Енді қараңыз, осындай кезде біздің ең мықты деген маркетологтар Қазақстанда қалады деп ойлайсыз ба? Мен мысалы мықты маркетолог болатын болсам, маған солай айтатын болса, мен қалмайтын едім, мен тоже шетелге кетіп қалатын едім да. И сәйкесінше ол жерде мен уже нормально ақша табамын да, получается. И өзіме өміріме жететіндей ақша табамын. Осыған байланысты көптеген біз маркетологтардан, мамандарымыздан айырылып жатырмыз деп ойлаймын. И сәйкесінше жаңағы бізге қазіргі таңда қызмет көрсетіп жатқан маркетологтар, қандай маркетологтар? Нақты не емес та, сол маман емес, сол саланың. Просто бір-екі түртіп көріп алған негізін. Соны жасап беріп жатыр да. Бірақ олардың бағасы қанша? Олардың бағасы 50 мың, 20 мың да. Қазіргі таңда Инстаграмда білесіз ғой, бір маркетолог деген сияқты не шықты да, бір жаңалық ашқандай, бәрі пиар менеджер, бәрі SM менеджер деген қаптап кетті. 2-дің 1 Инстаграмына кірсең Қазақстанда обязательно сондай жаңағы аккаунттар белгіленеді и өзін солай белгілеп қояды. Но ол кісіден сұрайсың, сен не жасай аласың десең, мен просто жаңағы логотип жасап беремін дейді. Ну, логотиптің өзін жасай алмайды, просто бір логотип алады да, не істейді? Жаңағы бір ақ бетке алып қойып қояды да, сіздің атыңызды жазып береді. И Инстаграмда просто андай уже дайын андай нелер болады ғой, формалары үшін, там Инстаграм жүргізуге байланысты сол формаларды қарап алады да, соны жай жасай салады. Ал маркетинг саласының дамуы бұл жерде мүлде дұрыс емес та, яғни қалай айтсам болады, біздегі маркетологтардың кішкене тәжірибелерінің аздығы және білімінің аздығының арқасында жалпы маркетинг саласы Қазақстанда әлі күнге дейін дұрыстап дамымай келе жатыр. Осы сөзім.
келесі қозғағым келетін тақырып ол оқу мәселесі жөнінде. Мысалы, Америка құрама штаттарында немесе бір шетел мемлекеттерінде дамыған официанттың, яғни даяшының өзінің оқуы бар екен. Методикасы бар, оқу бар. Мысалы, Лондонда такси жүргізу үшін 4 жыл оқу керек екен. Бірақ өкінішке орай Қазақстанда ол мамандықты кім көрінген бір тұтқасын ұстай береді. Енді сізге қояр сұрағым, осы қазір сіз оқу процесі жөнінде не айтасыз? Осы туризмге сай мамандықтардың оқу процесі жөнінде. Негізі сұрағыңыз өте орынды. Қазіргі таңда туризм саласында жаңағы оқытылуы керемет деп айта алмаймын. Нақты бір жүйемен оқытылып жатқан жоқ, тек қана негіздерін ғана қалыптастырып беріп жатыр, былайша айтқанда. Енді былайша айтқанда қатты көңілімде толмайды да, себебі мынадай дүние қалыптасқанда туризмді дұрыс негізін ғана оқиды, ештеңе үйренбедім деп айтады, осы мамандықты бітіреді 4 жыл бойы, одан кейін қалғысы келгендер осы салада қалады. Ал егер жаңағы түк түсінбей, вообще ұқпадым деген сияқты кісілер болады, ол кісілер жаңағы мүлде басқа салаға ауысып кетіп жатады да. Енді осы салаға байланысты жаңағы мынадай дүние бар да, бір дүние қалыптасқан, туризмда жұмыс жоқ, туризмнің оқуы дұрыс емес деген сияқты дүниелердің барлығы осы дүниелерін қалыптастырып отыр. Негізі мен сияқты жаңағы туризм саласын түскісі келетін, жалпы туризм саласын дамытқысы келетін, оқығысы келетін оқушылар болсын, жалпы студенттер болсын өте көп. Бірақ жаңағы оқыту саласы кішкене осындай бір жағдайға реттелмей жатқаннан кейін, кішкене сәл төмен деңгейде болып жатқаннан кейін, жаңағы ата-анасы айтады, сен туризмге түспей қал, лучше жаңағындай жұмыс жоқ деген сияқты көп дүниелер айтады, бала шеттеп қалады осыдан кейін. Сәйкесінше осының кесірінен бізде басқа мамандық көзін таба білген адам осы туризмді іліп кетіп жатыр да, просто оқымаған, просто көзін тауып алған адам іліп кетіп жатыр. Негізінде туризмде жаңағы біз нені үйренуіміз керек? Біз әр маршрутты үйренуіміз керек, жаңағы турпакет деп айтады. Турпакеттің қалай жасалуы керек, онда нелер кіреді, тамағы қашан кіреді, ол адам қай уақытта демаламыз деген дүниелер кіру керек қой, ол прям планда болу керек. Біздің қазіргі таңда ұйымдастырылып жатқан турпакеттер қалай? Турпакеттер жаңағы, мысалы, осы жерде жинамыз, осы жерде аяқтаймыз деген сияқты сағатын просто кесіп қояды. Ол жерде не жалпы карта бойынша ол жерде не шығады, не болады, жол қалай болады деген дүниені айтпайды. Мысалы, Шарын каньонына барған кезде жиналасың, автобуспен барасың, одан кейін сені алады да, демалу деген жоқта, ортасында мысалы адамдар шаршайды деген дүние бар да, ортасында демалу жоқ, бәрі шарынға түседі, сол жерде демалғызады, сосын шаршадыңыздар ма деп бір жолда сұрап алады, деп шаршадық, тоқтаңыз десем, сол жерде давайте онда осы жерге жиналып тоқтап демалып алайық деген дүниелер болады да, нақты негіздеу жоқ. Осы жағынан кішкене жөндеу керек сияқты мамандықты, жалпы нақты маршруттарды суды, жалпы турпакеттің ішіне нақты не кіреді, не істеу керек, прям шаг-шагымен нақтылап кіргізу керек деп ойлаймын. Достар, бүгінгі сұхбатымыздың арқасында отандық туризмнің тынысын, әл-ауқатын, және де оның даму барысын, және де дамуға кедергі болып жатқан барьерлардың барымен, олардың сипатымен таныстық. Меруерт ханымның арқасында сізге өте үлкен рахмет айтамыз, Меруерт ханым. Енді соңғы сөз сізге өзіңізде, көрермендерге айтар болсаңыз. Жақсы, негізі осы Джетлогсқа шақырғандарыңыз үшін сіздерге де рахмет айтқым келеді. Жалпы соңғы сөзімді, ойымды қорытындыласам, былай бағанадан бері, бастан бері айтып жатырмыз, Қазақстанның туризмі неге дамымай жатыр, жалпы ондағы мамандардың жалпы білімі қалай болып жатыр деген дүниемен жауап беріп жатырмыз ғой. Ендігі айтқым келетіні, егер осы Қазақстанның жаңағы туризм саласын дамытқымыз келетін болса, өзіміз көтереміз дейтін болса, тек қана мамандар тарапынан емес, жаңағы халықпен бірлесе отырып, тәжірибе алмаса отырып, солай ғана көтере аламыз деп ойлаймын. Сондықтан сіздерге айтарым, өзіміздің отандық турпакеттерді таңдайық, отандық маман иелерін таңдайық дегім келеді. Сіздерге де рахмет. Осымен J-Talks-тың 5-ші бөлімі тамам. Жастар интеллектуалды пікірсайыс клубының Instagram және де YouTube парақшасын назарға алыңыздар, әлі талай қызық алда. Қош сау болыңыздар.